Кеңес одағының батыры, зеңбірек командирі Айткеш Ибраев. 1942 жылы солтүстік батыс майданы 380-ші атқыштар дивизиясының полк құрамында қару командирі ретінде ұрысқа кіріседі. Ол Калинин, Брянск, Мәскеу қалаларын азат етуге қатысқан. 1944 жылы Беларусь жерін азат етуде старшина Ибраев бастаған взвод асқан ерлік көрсетті. Қарсыластың 200-ге жуық солдаты мен офицерін, 19 автокөлігімен қару-жарақ тиелген 55 арбасын, 6 зеңбірегі мен 12 пулемет ұясын жойған. Осы ұрыстағы ерлік үшін Айткеш Ибраевқа Кеңес одағының батыр атағы берілді. Сондай-ақ Қызыл жұлдыз, 2-ші дәрежелі отан соғысы ордендерімен марапатталған. Ер жүрек батыр есімі ел есінде.